2024 жылдың 19 тамызы бір топ жас балдар тарихтағы ең ірі криптовалюта ұрлықтарының бірін жасады. 20 жастағы Малон Лэм, 21 жастағы Джиндеал Серрано, сонымен қатар Даниш Хан мен Чен. Бұл жігіттер Genesis компаниясының бір кредиторын нысанға алды. Ол адам өзінің $230 миллион бағаланатын биткоин қорын жоғалтатынын мүлдем білмеген. Бірақ олар мұны қалай жүзеге асырды? Олар кәсіби хакерлер ме еді? Шын мәнінде бұл оларға қиын болған жоқ. Бұл алаяқтар өте айлакер нәрсені жасады. Олар адам табиғатының әлсіз тұсын пайдаланды. Барлығы бір телефон қоңырауынан басталды. Google қызметінен келгендей көрінетін, еш күмән тудырмайтын қоңырау. Бірақ бұл қоңырау шын мәнінде Google-дан емес еді. Номерді қолдан жасап көрсету әдісін пайдаланып, хакерлердің бірі Верчетал немесе Виз жәбірлеушіні оның жеке аккаунттары бұзылғанына сендіреді. Осы жалған шұғыл жағдайдың арқасында ол жәбірлеушінің Gmail және iCloud аккаунттарына қол жеткізеді. Сол жерден маңызды қауіпсіздік мәліметтерін жинап алды. Көп ұзамай тағы бір қоңырау болды. Бұл жолы Джиндеал Серрано, яғни Бокс деген атпен белгілі адам, қоңырау шалып, өзін Gemini крипто биржасының өкілімін деп таныстырады. Бұл жәбірленуші пайдаланатын крипто биржа еді. Жәбірленуші өз аккаунттарына шабуыл жасалып жатыр деп сеніп қалды. Қысымға түскен және тез әрекет ету керек деп ойлаған жәбірленуші екі факторлы аутентификация баптауларын қайта орнатты. Осылайша ұрыларға Gemini аккаунттарын толық бақылауға алуға мүмкіндік берді. Олар бірден ақшаны бұзылған криптоамиянға жіберіп үлгерді. Жағдай барған сайын ушығып бара жатты. Бірақ жәбірленуші мұны мүлдем түсінген жоқ. Одан AnyDisk бағдарламасын қолдану сұралғанда, бұл оның активтерін қорғаудың тағы бір қадамы сияқты көрінді. Бірақ шын мәнінде бұл соңғы соққы болды. Жәбірленуші байқамай экранды бөліскен кезде, оның биткоин амияндарының жеке кілттері ашылып қалды. Және бар болғаны бірнеше басумен оның цифрлық байлығы ұрылардың қолына өтті. No way. No f***ing way. I see it. It's on the blockchain. It's on the blockchain, man. No way. Жеке видеода олар 4064 биткоин сәтті аударылған сәтті жазып алған. Сол кезде оның құны $230 миллион көп еді. Олар миллиондаған доллар өз амияндарына түскенін көріп қатты қуанып тұрған. Бірақ сұрақтар көп еді. Олар мұндай ұрлықты қалай жүзеге асыра алды? Осындай бай адам қалайша соншалықты оңай алданды? Және неге олар осындай үлкен қылмыс жасау кезінде өздерін видеоға түсірді? Бұл сұрақтардың жауабы ешқашан толық ашылмауы мүмкін. Бірақ бір нәрсе анық болды. Ақша енді қылмыскерлердің қолында еді. Және олар жұмыс әлі аяқталмағанын білді. Дәл 17 минуттан кейін олар ақшаны жасыру процесін бастады. Мақсаты ұрланған криптовалютаны билік органдары қадағалай алмау үшін ізін жасыру. Олар биткоинді кішігірім бөліктерге бөлді және 15 түрлі биржа арқылы өткізеді. Бұл Pill Chains деп аталатын кең таралған әдіс. Мақсаты үлкен транзакцияны көптеген кіші транзакцияларға бөліп, ізін табуды қиындату. Биткоин Litecoinға ауыстырылды. Litecoin Ethereumға ауыстырылды. Ethereum Moneroға ауыстырылады. Бұл процесс бірнеше күнге созылды. Әртүрлі валюталар мен биржалар арасында үнемі ауыстыру жүргізіп, ізді одан әрі жасыра түсті. Көп ұзамай ұрланған ақшаның бәрі таза ақшаға айналады. Енді оны еркін жұмсауға дайын еді. Ал қылмыскерлер өздерін ұстап тұрған жоқ. Ұрлық жасалмай тұрып, олар байлықты қалай жұмсайтындарын жоспарлап қойған. Олар Telegram арқылы бір-біріне қымбат люкс киімдерінің сілтемелерін жіберіп отырды. Топтың көпшілігі сақ болуды таңдады. Олар көзге түспеуге тырысты. Ақшаны шамадан тыс жұмсау азғыруына қарсы тұрды. Бірақ бір адам ерекше көзге түспей тұра алмады. Оның аты Малон Лэм. Малон Лос-Анджелесте тұрған. Ақша қолына тиген сәтте ол 1 секундта күтпеді. Ол бірден сән-салтанатқа толы өмірге басымен кіріп кетті. Бұрын ол тек бай адамдардың рахаттанып өмір сүргенін көретін. Енді сол өмір шындығына айналды. Түнгі клубтар оның екінші үйіне айналады. Әр түн сайын дерлік ол клубтарға барып, VIP аймақтарға және бөтелке қызметіне ақылға сыймайтын ақшалар жұмсайтын. Оның бардағы чектері таңғаларлық еді. Кей түндері Малон $265 мың, $300 мың, тіпті бір түнде $500 000 көп жұмсайды. Егер сен сол клубтардың бірінде болсаң, оны байқамай қалу мүмкін емес еді. Оның аты жарқырап тұрды. Диджейлер оның атын айтып, оған барлық назарды аудартатын. Ол Ace of Spades шампан бөтелкелерін сатып алатын. Олардың бағалары $25 мың $60 мың дейін болуы мүмкін. Бірде ол диджейге шайға $2 мың берді. Сосын клубтағы ашылмаған бөтелкелердің бәрін өз үйіне жіберуді бұйырды. He even tipped me $2,000. When I tell you the amount of bottles he sent me that I took home brand new, everything sealed, brand new. Бірақ қанша көңілді болса да, оған бәрібір жеткіліксіз еді. Ол өмірден бәрін қалады. Көбірек назар, көбірек сән-салтанат, көбірек әсер.
Осы үшін Малон жеке ұшақты жалдап Майамиге ұшып кетті. Сол жерде ол ақшаны бұрынғыдан да көп жұмсай бастады. Майамиде Малон теңіз жағасындағы үлкен сарайға орналасты. Бұл жай ғана үй емес еді. Бұл $10,5 миллион сарайды жігіт айына $62,000 жалға алады. Бұл сарай өте үлкен және 8500 шаршы футтан асатын аумақты қамтыды. 25 футтық төбелер, 10 жатын бөлме, үлкен бассейн және джакузи бар. Үйдің алдында 2 үлкен қақпа болды, ал гараждың алдында кең автотұрақ бар еді. Кейін ол жер қымбат суперкарлар мен люкс көліктерге толды. Малон сатып алған көліктер: қара Ferrari SF90, ақ Lamborghini Urus, ішкі салоны ашық көк түсті, толық жабдықталған тағы бір Lamborghini Urus, қара матовый Lamborghini Revuelto, жаңа Porsche 911 GT3 RS, қара Ferrari SUV, 2 Mercedes-Benz G-Class, бірі сұр, бірі матовый қара түсті комбинацияда, матовый қара түсті қызғылт түсті ашық Rolls-Royce Dawn, көк BMW M4, тағы бір матовый сұр Lamborghini Revuelto, көк Lamborghini Urus, толық ақ кузовы бар Lamborghini Aventador CVG. Оның есігінің төменгі жағында Малон деген жазу бар. Матовый қара Ferrari, тағы бір өте жылдам суперкар, тағы бір Lamborghini, көк түсті Lamborghini Aventador CVG және қызғылт Lamborghini Urus. Бұл қызғылт Urus'та Малон бұрынғы сүйіктісіне оны қайтару үшін сыйлық ретінде сатып алған. Бірақ бұрынғысы тағы да оған жоқ деп жауап берді. Толық қара түсті McLaren 765 LT, көк Pagani Huayra және тағы да көптеген көліктер. Малон әрдайым стильде жүруді жақсы көретін. Ол Louis Vuitton және Givenchy сияқты жоғары деңгейлік дизайнерлік киімдер киетін. Оның стилі өте қымбат еді. Ең қымбат киімдерінің бірі McLaren Mida 70 BY Paul Mangers күртешесі. Оның бағасы $50,000 да көп. Бірақ клубтар мен көліктерге сонша ақша шашқаннан кейін Малон ақшасын уақыт өте келе құнын сақтайтын заттарға инвестициялауды шешті. Мысалы, кубандық бриллиант тастармен көмкерілген тізбекті білезік сатып алды. Сонымен қатар толығымен бриллиантпен жабылған Richard Mille сағаты және әр саусағына арналған гауһар сақиналар. Бір Richard Mille жеткіліксіз болғандай, ол тағы да бірнешеуін сатып алды. Тіпті оның көзілдірігі де гауһар тастармен безендірілген. Малон тек өзіне әуес миллионер ғана емес еді. Оның жомарт жағы да болатын. Ол байлығын кейде басқа адамдарға көмектесу үшін пайдаланатын. Мысалы, ол 5 Birkin сөмкесін сатып алып, клубтағы қыздарға сыйлап жіберген. Сол бақытты қыздардың бірі Оливия Аллен есімді модель еді. Тағы бір Birkin сөмкесін алған бақытты қыз танымал TikTok жұлдызы Sky Beauty. Бірақ ол қыз кейін былай деді. And this kid, I'm going to refer to him as like a kid. I mean, he was definitely over the age of 18. He looked pretty young. He comes towards me and he's like, I got this for you. Малон өз байлығын көрсетіп, барлық жерде аты шыққан сайын, ол өзіне қажет емес басқа назарды да тарта бастады. Оның шектен тыс шығындары және көзге түсуге деген құмарлығы билік органдарына оны табуды әлдеқайда жеңілдетті. Тергеушілер, соның ішінде белгілі блокчейн зерттеушісі Zach XBT ұрланған ақшаның қозғалысын мұқият бақылап отырды. Олар оның көліктерге, клубтарға және люкс заттарға ақшаны қалай шашып жатқанын бақылады. Ол неғұрлым көп ақша жұмсаған сайын, оның байлығы ұрлықпен байланысты екені соғұрлым анық бола түсті. Көп ұзамай қақпан жабыла бастады. Малон өзін қол жетпейтін адам секілді сезінді. Бірақ сырт көзге көрінбей, құқық қорғау органдары және Zach XBT сияқты сарапшылар барлық дәлелдерді жинап жатқан еді. Оның көзге түсетін шығындары арқылы тергеушілер ұрланған биткоинмен байланысты ірі транзакцияларды анықтады. Блокчейн талдау арқылы ақшаның қозғалысын толық картаға түсірді. Сонымен қатар Box пен Wiz ақшаны жасыру кезінде бірнеше қателік жіберді. Бірнеше рет олар ұрланған қаражатты өздерінің жеке амияндарымен араластырып жіберген. Мысалы, Wiz бір экран жазбасында байқамай өзінің толық аты жөнін көрсетіп қойған, ал Box бірнеше рет бірдей амиян адресін қолданған. Бұл ақшаның қайдан келгенін іздеуді жеңілдетті. Бұл қателіктер, жазылған әңгімелер және цифрлық іздер қылмыскерлердің әрекетін айқын көрсететін толық сурет жасады. 2024 жылдың қыркүйек айының ортасына қарай ФБР және басқа да органдар әрекет етуге жеткілікті дәлел жинады. 19 қыркүйекте федералды агенттер Малонның Майамидегі сарайына рейд жасады. Ол ұрланған ақшаға сатып алынған барлық сән-салтанаттың ортасында тұтқындалады. Бірнеше уақыт бұрын патша сияқты өмір сүрген Малон енді қолына кісен салынып алып кетілді. Билік органдары $9 миллион астам ұрланған қаражатты бұғаттай алды. Соның ішінде $500 мың жәбірленушіге қайтарылды. Бірақ ұрланған ақшаның үлкен бөлігі әлі де криптовалюта амияндарында болды. Бұл видео жасалған кезде Box пен байланысты $21 миллион бір амиянда жатыр. Ал Wiz шамамен $39 миллион өз аккаунттарында ұстап отыр. Сонымен қатар Малонның $4 миллион тағы бір амиянда өзгеріссіз тұр. Ал ол сатып алған басқа нәрселерге не болды? Көліктер, клубтар, жеке ұшақтар, сән-салтанат ше?
Егер қылмыскер ұрланған ақшаға люкс заттарды сатып алып, кейін тұтқындалса, үкімет конфискация деп аталатын процесс арқылы сол мүлікті тәркілейді. Бұл заң бойынша заңсыз ақшаға сатып алынған кез келген нәрсе, көлік, үй, қымбат әшекей мемлекет бақылауына өтеді. Содан кейін бұл мүліктер әдетте аукционға шығарылады. Кей жағдайда сол көлікті алғаш сатқан дилердің өзі оны қайтып сатып ала алады. Көбінесе бастапқы бағасынан арзанға. Аукционнан түскен ақша екі мақсатта жұмсалады. Бір бөлігі қылмыс құрбандарына өтемақы ретінде беріледі, ал қалған бөлігі тергеу мен сот шығындарын жабуға кетеді. Егер жәбірленуші жолы болса, ол шамамен 50-65% ақшасын қайтара алады. Алайда Малон сатып алған 3 көлік Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Porsche 911 тұтқындалғаннан кейін Лос-Анджелеске жеткізілді. Бұл көліктерді танымал ютубер F-Spot сатып алған. Ол қымбат көліктерді түсіретін бейнероликтермен танымал. Сол видеода Revuelto мен Porsche айтарлықтай зақымдалған күйде болды. Revueltoның алдыңғы бөлігі қатты бүлінген, ал Porsche'тың артқы бөлігі майысқан. Бұл Revuelto Porsche'ты артынан соққан болуы мүмкін дегенді көрсетеді. Мұндай зақымдар көліктердің аукциондағы бағасын айтарлықтай төмендетеді, ал бұл жәбірленуші қайтара алатын ақша мөлшерінде азайтады. Дәл осындай процесс Малон сатып алған киімдерге, зергерлік бұйымдарға, сағаттарға, дизайнерлік көзілдіріктерге де қолданылады. Бұл заттар тәркіленіп аукционда сатылады. Әсіресе Ричард Милли сияқты қымбат сағаттар аукционда үлкен ақша әкелуі мүмкін. Дизайнерлік киімдердің бағасы әдетте төмендегенімен, Малонның қымбат киімдері бәрібір құнын сақтайды. Ал клубтарда жұмсалған ақша ше, ол ақша қайтып келмейді. Егер бір түнде $500 миллион VIP аймақтар мен бөтелке қызметіне жұмсасаң, клубтар оны қайтаруға міндетті емес. Әсіресе олар ақшаның ұрланғанын білмеген болса. Жеке ұшақтарда солай. Ұшақ компаниялары заңды қызмет көрсетті. Сондықтан Малон рейстерге жұмсалған ақша толығымен жоғалды. Қорытындылай айтқанда, қымбат заттардың көбін тәркілеуге және сатуға болады, бірақ клубтар мен жеке ұшақтарға кеткен ақша біржола жоғалды. Бұл оқиға тек үлкен криптоарлық туралы ғана емес. Бұл ашкөздік туралы сабақ. Өзің таппаған байлықты шектен тыс көрсетудің қаншалықты қауіпті екенін көрсететін мысал. Малонның армандаған өмірі ұрланған ақшаға құрылған еді, және оның құлауы тек уақыт мәселесі болатын. Жәбірленуші ақшасының бір бөлігін қайтарып алуы мүмкін, бірақ оған келген зиян және Малонның ойланбай жасаған шығындары бәрінің қаншалықты тез жоғалып кететінін еске салады. Малон мен оның достары үшін бәрі қысқа уақыттық естен тандыратын байлықтан басталды, ал соңында тұтқындалумен және тарихтағы ең үлкен криптоқылмыстардың бірімен байланыстырылған аттармен аяқталды. Соңында қылмыс қаншалықты айлакер болса да және қанша ақша әкелсе де, заң бәрібір ақыры жетеді, ал олар төлеген баға қысқа уақыттық сән салтанаттан әлдеқайда жоғары болды.